Сәлем достар! Кука-Вика каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз екі мамамыз бар, папамыз бар, Бегім, Аслан, мен сестренкам. Барлығымыз паркке қыдырып келдік. Бүгін ауа райы Қызылорда қаласында күшті болып тұр. Прям қыдыратын ауа райы болып тұр ғой. Сөйтіп барлығымыз отбасы мүшелерімізбен бірге осы паркке қыдырайықшы деп шештік. Паркте бүгін адам көп екен. To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie. Бегім шаратамын деп шешті, Асланчикке бір ойыншық ұтып алып берейін деп. Бегім 10 шар атып алып, мынандай ойыншық алды Асланға. Асланчикке папасының отып берген ойыншығы ұнап қалды. Мінекей атасы да шар ұтып Асланға машина алып берді. Енді Бегім тигр атайын деп жатыр. Қанша оғын тигізе алады екен, қазір көреміз. Достар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Біз Асланды мынау аттарға отырғызамыз ба деп ойлап едік, бірақ Асланчик әлі кішкентай екен. Бұл аттарға 1 жастан асқан балаларды отырғызады екен. Сонымен болмай қалды. Енді Гаухар пират аттракционіне мінейік деп қоймай келе жатыр. Бірақ мен биіктен қорқамын. Мен пиратқа мінгім деп тұрған жоқ. Қазір Гаухар өзіне дау деймін. Мен мүмкін кеп тұрған жоқ. Гаухар уже билет алып қойды өзіне. Алмай қойды. Мә, Гаухар мінейін деп жатыр. Қалай қорықпа деп тұрмын, мен биіктен қорқам неге. Осы пиратқа алдыңғы жылы мен бір рет мінген болатынмын. Мінген кезінде қатты қорықтым. Бұл 5 минут айналады екен ғой еще. 5 минут бітпей қалды ғой. Қорыққан кезде әсіресе бітпей қалады екен ғой. Сөйтіп 5 минут уақыт өтіп, бұл аттракционнан түсіп, оф дедім ғой, бітті ма? Келесі жолы енді мінбей қоямау деп. Бегім де келді. Гаухарға поддержка берейік деп. Сәлем достар.
пиратқа мінген кезінде біз мына жақтан қол бұлғап Гаухарға поддержка беріп тұрамыз. Гаухар да негізінде қорқады, бірақ сонда да фобиясын жеңейін деп пиратқа мінейін деп шешті. Мінекей біз шашлык жеуге келе жатырмыз. Барлығымыз, екі мамамыз, папамыз бар. Барлығымыз. Не деген әдемі гүлдер. Штигімізді жеп отырмыз. Атасы баласына бірдеңе көрсетіп отыр. Екі әжесі Асламмен ойнап, әңгіме дүкен құрып отыр. Бізде күшті қыдырыс отырыс болып жатыр. Шашлығымызды жеп болып шығып келе жатырық. Артте адам сенген енді Гаухар тағы да бір аттракционға мінем деп келе жатыр. Қандайға мінесің, Гаухар? Мен ба, американский горкқа или тағы пиратқа? Ойбай, пираттан қорықпайсың ба, қайта айтып бересің ба? Білмеймін, мінгім келіп тұр, арты прям күшті екен. Жаңа айтпақшы, мінгенде қандай не ощущение алдың? Вообще қорқынышты, екінші ретінде күшті деп ойлаймын. Біз сол келе жатырық. Мамапымыз алға шығып кетті. Өздерінше олар әңгіме етіп, сөздердің темасымен келе жатыр. Паркте күшті қыдыру болып жатыр. Бұл жазда біз бірінші рет осы паркте келіп жатырық, ашылғалы парктің бірінші майда ашылды ғой парк. Гаухар енді мына аттракционға отырайын деп тұр. Билет алайық. Тұр, Гаухар. Гаухар мініп кетті уже. Енді біз мамам сапаларымыздан мінейін деп жатырмыз. Билет алайық. Бұл кісілерде мінеміз деп жатыр аттракционға. Ал, сәттілік, күшті отырпайсыздар. Бұған не қылдың, отырдың ба? Я күшті прям. Аттракциондарға отырып болдың ба, тойдың ба, әйтеуір? Әлде тағы отырайын деп жүрсің ба? Қойшы, түн болды ғой уже. Ал достар, бүгін біз мінекей паркке қыдырып болып, үйімізге қайтып бара жатырмыз. Мінекей уже түн болып кетті далада. Күшті, жақсы қыдырдық, отбасымызбен бірге. Ал сіздерге видео ұнады ма, достар? Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.